Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз алтын адам археологиялық олжасы. Бұл сабақтан не білеміз? Есік обасының археологиялық олжасымен танысамыз, неліктен алтын адам аталғанын түсінеміз. Зерттеу сұрағы: есік обасынан табылған алтын адам кім болды? Мәліметпен танысайық. Кемел Ақышев 1969 жылы есік обасынан алтын адамды тапты. 17-18 жастағы ханзада екенін анықтады. Біздің заманымызға дейін 4-3 ғасырға жатқызылады. 4000-нан астам алтын әшекей табылған. Алтын киім-кешек, жүзік, алқа, күміс тостаған, қола айна, ұзын семсер, қанжар, ақинақтарды алтынмен безендіргенін білдік. Біз үлкен үйінді қазуға кірістік. Қабірдің тоналмағаны белгілі болды. Құдай берді дедік ішімізден. Шегенделген табыт, ал ішінде адам сүйегі. Айнала қоршап жарқ жұрқ еткен мыңдаған алтын әшекей көзге шалынады. Ғаламат ғажап көрінеді дейді Кемел Ақышев. Егер сендер археологпен кездесе қалсаңдар, оған қандай сұрақ қояр едіңдер? Өз ойымызды жеткізейік. Есік обасынан табылған алтын адам ескерткішке археологтарға қандай ақпараттар бере алды? Бас киіміндегі 4 жебе 4 күл дүниеге билік жүргізгенін көрсетеді. Күнге табынған екен патшаны, күнге теңегіп отырған, аңдық стильді пайдаланған, ата-баба әруағына сиынып, құрбандыққа жылқыны шалған. Дүние танымы бойынша аспан әлемі жер үсті, жер асты бөлімі деп 3-ке бөлген екен. Және де адам қайтқан кезде өмір сүреді деп есептеген. Батыс Қазақстан жерінен 40 жасағы Көсем, Атырау облысы Жылой ауданынан табылған. Тақсай Ханшайым Батыс Қазақстан жерінен табылған. Шығыс Қазақстаннан Берел, Шірікті, Бесоба, орталық Қазақстан Қарағанды жерінен алтын адам табылған. Біздің рухани байлығымыз көп. Кейбіреу тоналып кеткендіктен алтын жәдігер деп атау ұсынылған екен. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша бірінші тапсырманы орындайық. Бос орындағырға керекті сөзді орналастыр. Ал енді біздің екінші тапсырмамыз сәйкестендіру кестесі. Сандар мен әріптерді қоямыз. Зерттеу жұмысы: академик Досмұхамед Кішібеков. Алтын адам табылғаннан кейін бұл әлем ғалымдарының пікірінше Египеттегі Тутанхамоннан кейінгі екінші үлкен ғылыми жетістікке жататын жаңалық еді деп айтқан болатын. Академиктің осы пікірімен келісесіз бе? Иә немесе жоқ деген жауапты таңдаңыз. Өз ойыңызды жеткізіңіз. Бүгінгі сабағымыз қорытындылай келе, Мұқағали Мақатаев атамыз алтын адам өлеңін жазған екен. Шежіремді ұрлапты, зулапты күн, ғасырлардан бірізін тыңдап тұрмын, алтын адам шынымен қазақ болса білген екен құнының қымбаттығын деп айтқан екен. Сау болыңыздар.